Жергілікті атқарушы органға үйге кезекке тұрған кезде қай сайтқа кіріп, кезек номерімізді тексереміз, және осы 2022 жылдан бастап кезекте.kz бұл жаңа сайт, осы сала бойынша қызмет көрсетіп жатыр. Бұл сайтқа қалай кіреміз, қандай жолдармен кіреміз, және сайтқа кіру үшін бұл сайтта міндетті түрде регистрация, тіркелу жүргізу керек. Оны қалай тіркелеміз, қазір осы видеода айтып өтетін боламын. Видеоға қатысты сұрақтарыңыз болса, комментарийға қалдырыңыз. Видео ұнаса, лайк басыңыз. Каналға жазылуды ұмытпаңыз. Сайт кезекте.kz деп аталады. Сіз үйге кезекке тұру үшін жеке тұлға ретінде кіресіз. Бұл жерде электронды цифрлы қолтаңба арқылы кіруге болады, және телефон номеріңіз арқылы кіруге болатын екінші жолы бар. Электронды цифрлы қолтаңбаның қол қоятын кілтін таңдайсыз, және өзіңіздің электронды цифрлы қолтаңбаңыздың құпия сөзін енгізесіз. Бұл жерде құпия сөзді қатесіз енгізу керек. Өйткені қате болса, бұл сайтқа ешқандай да кіру мүмкіндігі сізде болмайды. Электронды цифрлы қолтаңбаның қол қоятын дегені, бұл жеке физический лицо ретінде, жеке тұлға ретінде сізге екі кілт беріледі. Біріншісі out, екіншісі RSA. Сіз RSA-ны таңдап, құпия сөзіңізді енгізесіз. Бұл сайтқа кіру жолын таңдау болып табылады. Бұл бірінші жол. Электронды цифрлы қолтаңбамен кіру бұл сайтқа кіретін бірінші жол. Бұл сайтта сіздің жеке кабинетіңіз болады. Жеке тұлға ретінде жеке кабинетке кіру үшін сізде екінші кіру мүмкіндігі бұл SMS код арқылы. Бұл жерде сізден телефон номеріңізді сұрайды. Сіздің телефон номеріңіз электронды үкімет порталына тіркелген болу керек, және ЖСН, жеке салық номері ИН деп айтамыз. Соны енгізу керексіз, және кодты жіберу кнопкасын бассаңыз, отправить код, сіздің көрсеткен телефон номеріңізге арнайы цифрмен код келеді. Сол 1414-тен келген кодты сіз енгізу арқылы жеке тұлға ретінде сайтқа кіру жолын таңдайсыз. Және бұл сайтқа кіру үшін сіз ECP мен телефон номерге келетін кодтан басқа сіз бұл сайтқа регистрация жасау керексіз. SMS тағы да бір жолы, SMS кодты таңдау арқылы регистрация жасайсыз. Бұл жерде бірнеше шаг бар. Соглашение, подтверждение телефон номері, email, верификация және пароль қою. Соглашениеде сізге арнайы соглашение беріледі. Сіз оқып шығып, өз келісіміңізді берсеңіз, ознакомлено, согласна деген жерге птичка ұрып, яғни птичка басып, астына сіз өзіңіздің телефон номеріңізбен иініңізді енгізіп дале бассаңыз, сіз келесі шаққа өтесіз. Яғни соглашениеден кейін пользователь өзіңіздің подтверждение телефон номерін басып, бірнеше шақтарды орындап шығасыз. Және бұл сайтқа кірудің тағы бір жолы, ол электронды цифрлы қолтаңбаңызды 2022 жылға ашылған пайдалана отырып сайтқа тіркеу жүргізе аласыз физлицо ретінде. Физлицоны басамыз, таңдаймызда дале кнопкасын басамыз. Тағы да сізден бағана көрсетіп өткен соглашение шығады, яғни келісім. ECP мен кірген кезде де ознакомлено деген жерге птичка ұрасыз. Бұл жерде сіз электронды цифрлы қолтаңбамен кіріп тұрғаннан кейін сізден телефон номермен ЖСН сұрамайды. Оның орнына электронды цифрлы қолтаңбаның кілтін сұрайды. Бірінші немесе екінші кілтті таңдау арқылы сіз сайтқа тіркелу, паролін енгізу арқылы сайтқа тіркелу процесін жүргізе аласыз. Паролін енгізгеннен кейін окей батырмасын бассаңыз, сізде дале деген келесі деген кнопка шығады. Келесі кнопкасын басу арқылы сіз келесі шаққа өте аласыз. Бұл жерде сізден бірінші кілтті енгізген кезде сайтқа қол қоятын екінші RSA кілтін сұрауы мүмкін. Ал егер екінші шақ, бұл жерде контакты, яғни телефон номеріңізді подтверждение жасау, өзіңіздің сайтқа ECP ашатын кездегі телефоныңызды енгізіп, және электронды почтаңыз, email деп айтамыз,
енгізіп далее батырмасын бассаңыз, сіз көрсеткен электронды почтаға арнайы код берілген хабарлама келеді. Почтаңызды ашып, хабарламамен келген цифр кодты енгізіп, көрсетілген 6 саннан тұратын кодты енгізіп, далее батырмасын бассаңыз, сіз келесі шаққа өтесіз. Сайтқа тіркелудің келесі шағына. Келесі шақ ол пароль қоясыз. Сайтқа регистрация жасап жатқан кезде ең соңғы орындайтын қызметіңіз ол осы сайтқа кіретін постоянно пароліңізді өзіңіз енгізесіз. Пароль бұл жерде бірден өзінің шарты көрсетіліп тұр. Қазақ тілін таңдасаңыз, қазақ тілде, орыс тілін таңдасаңыз, орыс тілде көрінеді. Пароль қойған кезде өте оңай пароль қоюға болмайды. Ағылшынша әріптермен бас әріпі болу керек, саны болу керек, арнайы символдар болу керек. Барлық условиясын орындай отырып, сіз пароль қоясыз және өзіңіздің қойған пароліңізді екінші рет қайталап, подтверждение жасап шығасыз. Пароліңізді өзіңіз сайтта сұрап тұрған деңгейде қою керексіз. Одан кейін зарегистрироваться, яғни тіркелу батырмасын бассаңыз, өзіңіз қойған пароль арқылы сайтқа тіркеле аласыз. Міне қараңыз, мен мына жерде енгізген паролім сайттың талаптарына сәйкес келген жоқ. Сондықтан да красный жазуменен, қызыл жазуменен маған ескертпе шықты. Парольдің қойған шарттары бас әріп, ағылшынша әріп, арнайы символдың болуы, цифраның болуы, ол міндетті түрде. Сіз сайттың талабына сай құпия сөз пароль енгізбейінше, бұл сайт сіздің пароліңізді қабылдамайды. Яғни сіздің сайтқа тіркелу процесіңіз ұзаққа созылады деген сөз. Сондықтан да сайттың талабына сәйкес келетін парольді енгізіп, оны қайталап басып, ешбір қатесіз парольді және екі жолда екі түрлі енгізуге де болмайды. Бұл жерде тағы да қызыл жанып сіздің пароліңізді қабылдамайды. Зарегистрироваться тіркеу батырмасын бассаңыз, сіздің сайтқа тіркелгендігіңіз туралы экранға хабарлама шығады. Регистрация прошла успешно. Войдите в систему. Яғни сіз регистрацияны жасап, осы хабарлама сіздің компьютеріңіздің экранынан көрінгеннен кейін, сіз өзіңіз қойған пароль арқылы SMS-код немесе электронды цифрлы қолтаңба арқылы сайтқа кіре аласыз деген сөз. Пароль қойдық. Енді біз сайтқа регистрация жасап біттік. Енді біз сайтқа кіріп өзіміздің жұмысымызды ары қарай жалғастырамыз. Мен қазір мына жерде главный экранда көрсеттім. ECP арқылы немесе телефон арқылы. Мен телефон номері арқылы кіру жолын таңдасам, телефонымды, иінімді енгізем және парольді енгізем. Ал егер электронды цифрлы қолтаңбаны таңдасам, ECP-ны таңдаймын және өзім бағана қойған парольді енгізу арқылы сайтқа кіремін. Телефон номері арқылы таңдадым. Кодты көрсеткен телефоныма код келеді. Сізге 3 минут уақыт беріледі SMS арқылы келген кодты енгізуге. Сіздің көрсеткен телефон номеріңізге 1414-тен растау коды келеді. 3 минуттың ішінде сіз кодты енгізіп үлгеру керексіз. Кодты енгізгеннен кейін кіру немесе войти батырмасын бассаңыз, сіздің бағанағы пароль қойған жердегі сайтқа кіру үшін арнайы қойған пароліңізді сұрайды. Сіз парольді енгізу керексіз. ECP арқылы кіретін болсаңыз, ECP-ның барлық данныйлары экранда көрінеді. Міне кезекте кезет сайтына кірдік. Главный страницада шаңырақ, аманат, главный беті барлығы көрініп тұр. Шаңырақ программасына қатысуға батырмасын бассаңыз, сізде бірден жеке кабинетке кіретін окошко ашылады. Главный страницада личный кабинетіңізді сіздің хабарлама келу керек. Яғни жеке кабинетіңізге уведомление келіп тұрады. Сіздің сайтқа тіркелгендігіңіз туралы хабарламаны ашып көрсеңіз де болады. Личный кабинет батырмасын бассаңыз, сіз бұл сайттағы жеке кабинетіңізге кіресіз. Міне мен өзімнің жеке кабинетіме кіріп, жүйеден келген хабарламаны сіздерге көрсетіп тұрмын.
мен кезекте .kz сайтына тіркелдім. Бұл сайттан мен өзімнің үйге кезекке тұрған кездегі кезек номерімді көре аламын, немесе кезектен өзімді алып тастай аламын. Міне жеке кабинет, главный страницадағы информация, кезекте кезет, проверить заявление, яғни заявлениенің статусын тексере аламын, моя очередь, статистика, реестр очередников, мои заявления. Мен бұрын өзім кезекке өтініш бергенмін, кезекте кезет сайты болмай тұрып, сондықтан да мен егоп арқылы берген өзімнің үйге тұрған кезегімнің номерін осы сайттан көре аламын. Моя очередь батырмасын бассаңыз, Алматы қаласы бойынша міне менің статусым кезекте тұр деп көрсетіліп тұр. Және кезек номерінде мен қазір осы жеке кабинетімнен көре аламын. Егер кезектен өзімді алып тастайтын болсам, сняться с очереди батырмасын бассам, подписать ету арқылы мен кезектен өзімді алып тастай аламын. Барлық данныйыңыз шығып тұрады. Сіздің жеке кабинетіңізде өзіңіздің статусыңыз, қандай категорияменен тұрдыңыз, және кезекке очередке, яғни заявление берген кездегі негіздемеңіз, основаниясы. Қазақстан Республикасы бойынша ешқандай да мүліктің болмауы, негізгі негіздеме. Және мына жерде мен өзімнің скачать заявление, яғни өзімнің справку скачать. Мен осы уақытта үйге кезекке тұруға өтініш бердім. Және дәл қазіргі уақытта датаменен беріледі. Мен нешінші болып тұрмын кезекте. Соның барлығын справкамен мен шығарып ала аламын жеке кабинетімнен. Назарларыңызға рахмет. Сұрақтарыңыз болса комментарийға қалдырыңыздар. Егер ақпарат ұнаса, лайк басыңыздар, каналға жазылыңыздар.